Good afternoon, children. How are you today? Welcome to the lesson. Today's our theme is Into Space, the second lesson. Сабағымызды бастамастан бұрын дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күн ретін жазып алыңдар. Okay, look and name the pictures. Write down your answers. Өткен сабақты қайталайық. Қазір мына суреттердің аттарын айтасыңдар және олардың жауабын дәптерлеріңе жазып алыңдар. The first picture, what is it? Okay, the next picture, what is it? Okay, the next picture, what is it? Okay, and last one is, what is it? Жарайсыңдар балалар. Видеоны тоқтатып, мына сөздерді дәптерлеріңе жазып алыңдар. Жауабын маған жіберуді ұмытпаңдар. Okay, and now look, repeat and listen. Ал қазір балалар, мына сөздерді қараймыз, қайталаймыз және тыңдаймыз. Look at the pictures and listen to me and repeat. Go fishing. Go sightseeing. Swim trunks. Google. Go hiking. Go sightseeing. Sunbath. Sunglasses. Towel. Swimsuit. Sun cream. Pack my suitcase. Okay, very well. Жарайсыңдар балалар, бұл сөздерді дәптерлеріңе жазып алыңдар. Жаңа сөздерді міндетті түрде сөздік дәптерге жазамыз. Okay, and now answer to the question. Ал енді сұраққа жауап береміз. Do you like to go fishing? Answer to the question. Yes, I do. No, I don't. Сұраққа жауап береміз. Сен балық аулағанды ұнатасың ба? Yes, I do. No, I don't. Okay, the next. Do you like to go hiking? Yes, I do. No, I don't. Сұраққа жауап береміз. Do you like sunbathing? Yes, I do. No, I don't. Do you have sunglasses? Yes, I do. No, I don't. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, келесі тақырыбымыз арнайы сұрақтарға көшейік. Арнайы сұрақтар дегеніміз, яғни кім, жасың нешеде, неге, не, қайда, қашан деп ағылшын тілінде сұрақтың басында жүретін сөздерді айтамыз. Repeat after me. Who? Кім? How old? Жасың нешеде? Why? Неге? What? Не? Where? Қайда? When? Қашан? Осы сөздерді дәптерге жазып аламыз. Ал енді балалар арнайы сұрақты талқылайық. Егер сұрақ who есімдігінен басталса, жауабына сұрап жатқан адамды немесе адамның есімін жазамыз. Мысалғы, who is he? He is Bob.
Бұл кім? Бұл Боб. Көріп отқандарыңыздай, бұл жерде who арнайы сұрағын қолданып отырмыз, иә? Егер жасыңызды сұрап тұрса, how old, онда жасыңызды көрсетесіз. How old is he? He is 12 years old. Мысалға алатын болсақ, оның жасы қаншада? Оның жасы нешеде? Оның жасы 12-де. Көріп отқандарыңыздай, бұл жерде how old арнайы сұрағын қолданып тұр. Келесі, why сөзінен басталған сұраққа жауап беру үшін because сөзін қолданамыз. Яғни, мысалға алатын болсақ, why is he happy? Because he is going on holiday. Because, яғни, өйткені деп аударамыз. Неге ол бақытты деп сұрап тұр? Өйткені ол демалысқа бара жатыр. Келесі. Ал енді what сөзі заттың атауын білдіреді. Арнайы сұрақ what негізі не деген мағынаны білдіреді. Заттың атауын білдіреді. What has he got? He's got a mobile phone. Ода не бар? Оның телефоны бар. Келесі сұрақ, егер сізден қайда, where деп сұраса, мынау көмекші сөздерді қолданасыңдар. In ішінде, on үстінде, under астында, near жанында, next to келесі, opposite қарама қарсы. For example, where is he? He is next to his spaceship. Ол қайда? Ол өзінің кемесінің жанында. Егер іс-әрекет қашан болатынын сұраса, уақытын көрсетіп жауап береміз, яғни when сөзін қолданамыз. Қашан. For example, when he is leaving. He is leaving in 10 minutes. Ол қашан кетті? Ол 10 минут бұрын кетті. Түсінікті ме, балалар? Ал енді осы ережеге байланысты жаттығуларды орындап көрейік. Let's open the page 103, exercise 7. Кітаптарыңнан 103-ші бетті ашайық, 7-ші жаттығу. Okay. In this exercise, it's a short dialogue. Бұл жерде қысқа диалог берілген. Бұл диалогты сендер сұраулы сөздерді қоя отырып толтыру керексіңдер. Мысалға бірінші сөйлем. Why are you so happy, Flop? Because I'm going on holiday. Неге сен бақыттысың, сондай бақыттысың, Flop деп сұрап тұр, иә? Өйткені мен демалысқа бара жатырмын. Яғни жоғарыда тұрған сұрақтарды осы сөйлем бойынша қойып шығасыңдар. Осы диалогты өздерің бір оқып шығыңдар, жауабын маған дәптерге жазып жіберуді ұмытпаңдар. Жарайсыңдар, балалар. Excellent job. Жақсы жұмыс жасадыңдар. Енді келесі жаттығуымыз. Page number 102, exercise 6. 102-ші бетке ораламыз. 6-шы жаттығу. Read and complete, then match the picture to the sentences. Яғни, балалар, бұл жаттығуда сендер әріптердің орындарын өз орнына қою керексіңдер. Мысалға, Dad wants to go. Қандай сөз болады? Fishing. Yes, you are right. Жаңағы жазған сөздерінің ішінен қарап, сосын мына жаттығумен біріктіру керексіңдер. Мысалға, 1A, 2B деген сияқты. Түсінікті ме, балалар? Видеоны тоқтатып, жауабын жазып алыңдар. Окей, жарайсыңдар, балалар. That's enough. Осымен біздің сабағымыз аяқталды, балалар. Homework. Revise the words and prepositions. Яғни арнайы сұрақтар мен жаңа сөздерді маған видео арқылы түсіріп, WhatsApp желісі арқылы жіберіңдер. And the next exercise, activity book, page 71, exercise 3, 4 and 5. Үшінші жаттығуда, балалар, сөз екі вариант тұр, я? Екі вариантты біреуін таңдап жазасыңдар. Төртінші жаттығуда бүгінгі өткен жаңа сөздерді қойып жазасыңдар. Сурет бойынша не берілген. Және де
5-ші жаттығуда жанында тұрған сөздерді мына сұраққа қою керексіңдер. Егер түсініксіз болса, менен сұрасаңдар болады. Okay, our lesson is over. Goodbye, children.